шықты ма? Шықты. Россия қызыл Бастай берейін, картофанның ақшынан қойып аласың қатырда. сол екі телефонмен шығарып бола бере ма? Үшіншісін. Үшіншісін өзің аласың ба? Кеттік. Баса берейін ба? Баса береміз ғой? Баса бердім, мен жақта өзі түсіп отыр. Сәлем достар, сіздермен журналист Меруерт Айтенова және Меруерт Айтенованың YouTube каналындағы қымбат сұхбатына мінекей біздің екі өмір көрген аналарымыз әпкелеріміз келіп отыр. Біз бүгін қандай тақырыпты талқылаймыз? Өте қызықты. Заманауи елдердің жан дүниесі. Неге олар шырылдап жүр? Бүгін көрді ме жақсылықты, кеше көрді ме қорлықты аналарымыз? Үш толқынның өкілі осы тақырыпты әдемі толқында тарқататын болады. Сонымен таныстырып өтейін, Майра Садуақасова ханымды жақсы білесіздер. Әлеуметтік желіде бұл кісі бір кісідей жұлдыз, танымалы психолог, нумеролог, Орта Азия бойынша психологтар қоғамының мүшесі және соның марапатына ие болған, ұлттың ұстазы болған және алтын құрсақты біздің анамыз. Бұл кісіні біз енді үлкен аға буын өкілі ретінде шақырып отырмыз. Сіздің қос ғасырды көрген тарихыңыз бар, естеліктеріңіз көп, айтарыңыз бар. Және сонау Астанадан елордамыздың жүрегінен келген Сүгірәлиева Ұлысын әпкеміз, Ұлысын ханым, жеке кәсіпкер, үлкен кәсіптерді бағындырып жүрген белгілі ханымымыз, соңғы уақыттары өзін психолог коуч ретінде әлеуметтік желіде өте қарқынды таныстырып жатты. Сонымен Майра ханым, өзіңізден бастайық. Қазіргі біздің сіңілдеріміз, біздің қыздарымыздың өзі де отбасы болды ғой. Сіздің немерелеріңіз де отбасы болып жатыр. Олар айтады, біздің бақыт сіздердің бақытқа қарағанда басқашалау дейді. Сіздер көп күткен бақытты біз бір күнде осы еншілесек дейді. Қалай қарайсыз? Сіздер қорлықта жүрдіңіздер. Сіздер бақытты көре алмадыңыздар. Бақытты көре алмағандықтан да бізді күндейсіздер деп қайрап қояды. Енді қазір мен 50 жыл бойы жұмыс істеп жүргендіктен осы психология саласында қазір жаңа психолог, коучтер міне қазір оқып отандыға қосылады. Осы психолог коучтердің шет елден әкеліп үстімізге кигізіп жатқандай, жаңа китайский киім киіп, жаңа японский киім деген сияқты үстімізге жатқанмен ішкі дүниеміз біздің қазақ қой. Осыны ұмытып кетеміз. Сондықтан біз бақытсыз болдық деп айта алмаймыз. Өйткені біздің ата енеміздің алдына тамағын әкеліп бергенде олардың тәтті